Қыз баланың қуығын катетерлеу. Инструкцияға сай қолын жуды. Стерильдікті сақтай отырып, қолғапты киді. Пациентке өзін таныстырды. Сәлеметсіз бе? Мен дәрігер Ильясова Гүлнара Темірбековнамын. Пациентке процедураны түсіндірді. Мен қазір сіздің қызыңызға қуығын катетерлі жасауды жүргіземін. Пациенттен процедураны жасауға келісім алды. Сіз рұқсатыңызды бересіз бе? Керекті құрал жабдықтарды таңдап алды. Науқас жамбас астына клеенкамен жаялық салды. Аяқтарының арасына лоток қойды. Науқасты тізе буыннан бүгіп, аяқтарының арасын алшақтатты. Алдын ала науқас жуынуы қажет. Науқастың оң жағынан тұрды, пинцетті оң қолға алды. Сол қолмен жыныс еріндерін екі жаққа ашты. Оң қолмен пинцет арқылы фурацелин ерітіндісіне батырылған салфетканы алды. Кіші үрпі аралығын несеп шығар тесікті жоғарыдан төмен қарай қозғалыспен өңдеді. Салфетканы тез ерітіндісіне тастады. Дәкелі салфетканы ауыстырды. Несеп шығару каналының тесігіне залансыздыру мақсатында 1 минут фурацелин ерітіндісі салынған жаңа дәкелі салфетканы басты. Салфетканы тез ерітіндісіне тастады. Қолғапты ауыстырды. Орамдағы катетерді фильтр жағынан ашты. Жұмсақ катетерді ұшынан 4-6 см қашықтықта алып, қалам тәрізді ұстап, қалған бөлігін 4-5 саусақ арасына кіргізіп ұстады. Стерилді вазелин майын катетердің ұшына құйды. Сол қолмен жыныс еріндерін ашып, оң қолмен катетерді 4-6 см зәр пайда болғанша абайлап енгізді. Катетердің бос қалған ұшын несеп жинайтын ыдысқа түсірді. Несеп тамшылап шыға бастаса, сол қолмен ішті қуық үстінен басты, несеп шығару каналының несептің қалдығымен жуылуын сақтай отырып, катетерді абайлап шығарды. Катетерді дезинфекциялайтын ыдысқа тастады. Қолғапты шешті, тез ерітіндісі бар ыдысқа тастады. Инструкцияға сай қолды жуды.